Қазір сникерстің тестасын дайындайтын боламыз. Бірінші 300 грамм ұн алдым. Оған разрыхлитель саламыз. Так, кішкене ванильный сахар. Так, 50 грамм қант саламыз. Осыған 30 грамм какао салатын боламыз. Какао менде рахаттың какаосы. Араластырамыз. Енді осыған 150 грамм майымыз саламыз. Комнатный температурада саламыз. Енді осыған бір жұмыртқа, бір қасық қаймақ қосамын. Енді осын қолмен біріктіретін боламын. Енді сникерстің начинкасын дайындаймыз. Мен ол үшін осындай сгущенка алдым, вареная. Немесе өздеріңіз қайнатсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қолдан карамель жасап қоссаңыздар болады. Осы бір банка сгущенканы саламын. Комнатный температурада тұрған сгущенка болу керек. Осыған мынандай соленый арахисті қосам. Тағы да дробленый арахис қосам. Енді тестамызды алып, кішкене бөлігін алып қаламыз. Оқтаудың көмегімен осылай жазып аламыз. Пергамент қағазын төсеп дайындап алдым. Енді осы тестамызды саламыз. Осылай артық жерлерін алып тастаймыз. Енді дайындап қойған начинкамызды осының ішіне құямыз, саламыз. Енді жаңа алып қалған кішкентай бөлігімізді оқтаумен жаямыз да, осыны кесіп бетіне әдемілеп саламыз.
духовкаға саламыз.